Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 20 минутта сырты қытырлап, іші жып-жұмсақ болып дайындалатын шоколадты печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептке қажет заттардың мөлшерін видеоның астындағы описаниедан көре аласыздар. Алдымен сары майымызбен шоколадты су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Мен су моншасында ерітемін. Міне біздер шоколадымызды ерітіп алдық. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Міне бізде жақсылап миксерлеп алдық. Содан соң үстіне жаңағы ерітіп алған шоколадымызды суытып құямыз. Араластырамыз. Мен күрекшемен араластырамын. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқыш салып, одан кейін шым-шым тұзымызды салып, араластырып аламыз. Содан соң жаңағы шоколадты сұйық массамызға осы құрғақ массамызды салып, жақсылап араластырамыз. Менің каналымда әлі де көп рецепттер болады. Жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, оның қасындағы қоңырауды басқанда все деген шығады, соны да басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздер араластырып алдық. Енді табамызға пергамент қағазын орналастырып, үстіне осылай мен секілді қасықпен печеньемізді салсаңыздар болады. Міне бізде печеньеміздің барлығын орналастырып алдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 13-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Енді осы печеньемізді суытып қоямыз. Ыстық күйінде осындай жұмсақ болып тұрады. Міне біздің сырты қытырлақ, іші жып-жұмсақ, өте дәмді шоколадты печеньеміз дайын болды. Негізі бұл печенье брауни пирогына қатты ұқсайды. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.